Баршаңызға сәлем. Қонақ күткенде оңай дайындалатын әрі жақсы желінетін салат іздеп жүрсеңіз, онда видеоны соңына дейін қараңыз. Менің күйеуімнің айтуы бойынша ең күшті салаттардың бірі. Ол үшін қиярымызды осылай қатты қалың қылдырмай біркелкі етіп, таяқша яғни соломка етіп турап аламыз. Туралған қиярымызды үлкендеу ыдысқа салып аламыз. Артынша осындай ысталған тауық етін қолданамын. Сіздер өз қалауларыңызға қарай шұжық қолдансаңыздар да болады. Ысталған тауық етімен өте керемет болып шығады. Ысталған тауық етін осындай таяқша тәріздес етіп, қатты қалың қылдырмай турап аласыздар. Және осы туралған тауық етін қиярдың үстінен салып аламыз. Ендігі кезекте жұмыртқа. Жұмыртқаны асып дайындап алдым және оны да таяқша тәріздес етіп осылай турап алдым. Туралған жұмыртқаны да қияр менен тауық етінің артынан салдым. Енді осылардың үстіне консервідегі жүгеріні салып аламын. Жүгерінің суы көп болса, кішкене суынан құйып жіберсеңіз болады. Сонда салатыңыз тығыз болмай, кішкене сулы болып, жақсы болып шығады. Ендігі кезекте ол майонез. Майонез салып, жақсылап араластырамыз. YouTube каналымда әртүрлі салаттардың және тағамдар мен тәттілердің бастысы құпиясыз рецептімен бөлісетін боламын. Күнделікті жаңа рецепттарды жіберіп алмас үшін менің YouTube каналыма кіріп тіркеліп алуды ұмытпаңыз, лайк пен комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Міне бар болғаны 4 саттан ғана біздің салатымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл салатты тек қана қонақтарға емес, мен күнделікті үйде отбасыма арнап жасап беремін. Сіздердің де отбасыларыңызға ұнайтынына және сүйікті салаттарыңыздың біріне айналатынына сенімдімін. Жасап көріңіздер, дәмі тіл үйрет. Енді осы салаттың үстінен дастарханға ұсынардың алдында, не болмаса қонақтарыңыз келгеннен кейін дастарханға отырар уақытта картофель пай немесе картошка пай деп те атайды. Оны өзіңіз жасасаңыз да болады, немесе дайын сатып алсаңыз да болады. Мен дайын сатып алдым. Сол уақытта ғана үстінен сеуіп ұсынасыздар, себебі алдын ала сеуіп қойсаңыз картофель пайыңыз жұмсарып кетеді. Неғұрлым көп сепсеңіздер, соғұрлым дәмдірек болып шығады. Жұмсармай қытырлап салаттың дәмін аша түсу үшін дәл сол айта кеткендей дастарханға ұсынардың алдында ғана себуді кеңес беремін. Міне біздің салатымыз дайын. Сіздермен болған әсел ас болсын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.